Сәлеметсіз бе, Анна Владимировна? Кәсіби мерекеңізбен құттықтауымды қабыл алыңыз. Анна Владимировна, сіз балаларыңызды мемлекеттік тілді үйретуге өте жауаптысыз. Неліктен бұл пәнді таңдадыңыз және де сіз қайда оқыдыңыз? Кәсіби дамуыңызға неден басталды? Сәлеметсіз бе? Мен 20 жылдан астам уақыт бойы мұғалім болып еңбек етіп келе жатырмын. Бұл мамандықты жүрекпен, қалаумен таңдадым. Бала кезімнен ақ ұстаздарға қарап қызығатын едім. Бірақ ұстаз болу кейін да жауапты мамандық екеніне қарамастан балалық арманымды жүзеге асырдым. Сол балалық арманым орындалып, бүгінгі таңда осы мамандықты таңдағаныма мақтан етемін. Ұлтым орыс, бірақ Қазақстанда тұратын азаматы болғандықтан қазақ тілінің мұғалімі болып шештім. Өте дұрыс. Мен орыс сыныпта оқыдым, өскен ортам орыс тілді болғандықтан бастапқыда да қазақ тілі білуім керек деген ой болған жоқ. Бірақ жоғары сыныптарда, одан басқа Ахмет Байтұрсынов атындағы университетінде қазақ тілінің әдемілігін, үндестігін байқадым. Сол кезден бастап қазақ тіліне де қызығушылығым артты. Бағыма қарай жақсы мұғалімдер кездесті. Сабағымнан қалмай оқыдым. Университеттен соң мен Денисов ауданының Қырым орта мектебінде қазақ тілі және әдебиет мұғалімі болып жұмыс істедім. Ал содан соң Лисаков қаласына келіп, мен осы қалада Ивушка бөбекжай бақшасында қазақ тілі мұғалімі болып жұмыс істеймін. Өте керемет. Қазақ тілін оқытуға жеткілікті деңгейге дейін алғаш рет үйренгенде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Меніңше өте маңызды сұрақ. Қазақ тілінің ана тілім болмағандықтан оқытушы деңгейіне жету жолында бірнеше негізгі қиындықтарға тап болдым. Бастапқыда сөздік қоры, одан басқа фонетикалық жағы, тән дыбыстарды дұрыс айтуға, одан басқа грамматикалық жағы, тәрбиеленушілерге тілді тек сөздер, сөз тіркестер және сөйлемдер, жалпы қазақ салт-дәстүрлері салты ретінде жеткізу керек меніңше. Балабақшадағы балалармен жұмыс жасаған алғашқы тәжірибеңіз туралы айтып берсеңіз, және де сізде күмән болды ма? Тәрбиеленушілерге қазақ тілін тиімді үйрете алатыныңызға қалай сендіңіз? Әрине, бірінші рет балабақшасына келіп, Ивушка балабақшасына келіп, мектептен айырмашылығы көрдім. Кішкентай балалар орыс тілінен сөйлей алмайды. Ал менің мақсатым қазақ тілі, мемлекеттік тілімізге қызығушылығын ояту, үйрету. Бұл өте жауапты меніңше. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу балабақшадан басталады. Мектепке дейінгі жастан бастап баланың болашақ тұлға, өз елінің азаматы ретінде негізі қаланады. Ұстаздардың алдында тұрған басты мақсаттардың бірі отанға, туған жерге, туған елге деген сөзбеншілікті тәрбиелеу. Бала жүрегі кішкентай күй-сандық. Сол сандықтың кілтін тапсам ғана ашу болады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп Шаханов атамыз айтқанда, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп санаймын. Өте керемет, дұрыс айтасыз. Сіздің еңбек жолыңызда тілді үйрету немесе оқыту әдістемесінде сізге үлгі болған ұстаздар немесе әріптестер болды ма?
Иә, әрине, университеттен бастап менің тұңғыш педагогым ол Әлімғазина Сайран Жарысбаевна. Одан басқа әдіскерлер менің қалыптасуыма, дамуыма үлес қосқан. Содан соң мектеп басшысы Семенова Нина Васильевна, одан басқа Ивушка Будыжай балабақшасының басшысы Хомутова Ольга Викторовна, әдіскері Тарасова Наталья Владимировна, менің әріптесім Мукашева Зауреш Аманбаевна бар. Олардың басшылығымен әдістемелік қызметімен айналысамын, біліктілігімді арттырамын, әртүрлі шеберлік байқауларға қатысамын. Одан басқа тіл мамандардың көмегі зор болды. Біздің Лисаков қаламыздың қазақ тілі мектепке дейінгі қазақ тілі мұғалімдері өте меніңше талантты, білімді. Олардың әрқайсысы маған қазіргі кездегі кәсібилігімнің бір бөлігін берді. Өте дұрыс. Балабақшада қазақ тілін оқытудың мектептен айырмашылығы неде? Және де осы жас тобына арналған негізгі мақсаттарыңыз қандай? Балабақшаның әрбір күнін қызықты да тәртіпті, мәнді де мағыналы өткізу меніңше менің басты мақсатым деп санаймын. Сабақтарда мен сөздік қорларын байытамын, тән дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтырамын, қазақ тіліне, жеріне, әдебиетіне, салт дәстүрлеріне назар аударамын. Қызығушылығын күшейту үшін жұмысымызда әртүрлі әдіс тәсілдер пайдаланамын. Сабақтар ойын түрінде өтеді, көрсету, түсінік беру, сұрақ, жауап, кері байланыс және тағы басқалар. Балаларға қуыршақтар, жануарлар, ойыншықтар қонаққа келеді. Олармен сөйлесеміз, сұрақтарға жауап береміз, ойындар ойнаймыз. Хаттар, жедел хаттар, тірек схемалар, сыйлықтар, сықырлы сандық, ғажайып дорба бәрін балалардың қызығушылығын арттырады, көңілін көтереді. Әрине, балабақшадағы балалар осы ойын түрлерін өте жақсы көреді, қызығады. Балаларға қазақ тілін сүюді үйретуге көмектесетін ойынға негізделген қандай әдістер мен тәсілдер сізге ұнайды? Заман талабына сай әр мұғалім өз сабағын жаңаша ұйымдастырып, шығармашылық ізденіспен өткізеді. Әрине, оқытудың жетістігі және тілге деген балалардың көзқарасы педагог тілдік лексикалық минимумды қаншалықты қызықты енгізеді, тікелей соған байланысты. Әрине, ойын тәсілдерін, көрнекіліктерді тиімді қолданса, бала материалды жақсы меңгереді. Сабақ беру жай ғана үйреншікті шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деп Жүсіпбек Аймауытов айтқан. Қазақ тілі пәнін оқытуда ақпараттық технологиялық қолданудың мүмкіндіктері өте мол. Сондықтан мен оқытуда заманауи технологияларды пайдаланып, өз шығармашылық әлеуетін дамытамын. Мысалы, білім беру мен ғаламтор ресурстарды пайдаланып, білімлен, білім-кит пайдаланамын. Әрине, ақпараттық құралдар ұстаздарға өте көмегі көп. Осы заманауи портал материалдардың көмегімен ойын түрінде ән арқылы біз балалардың шығармашылық қабілеттерді дамытамыз. Білімі, дағдылары, ойлау қабілеттері, қызықты интерактивті ойындар, әдемі графика, жаңа технологиялар негізінде жасалған толыққанды сабақтар балаларға өте ұнайды. Қазіргі заманауи технологияларды біз өмірдің ағымына сай қолданамыз, және осы тілдік ортаны сіз қалай жасайсыз? Болашақ ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беріп, олардың ертеңіне үлкен үміт артып отырмын. Сол үшін қазіргі педагог ол жаңашыл, білімдері өзекті болу керек. Мен де өз жұмысында заманнан қалыспаймын. Оқытуда заманауи технологияларды тиімді пайдаланамын, өз шығармашылық әлеуетін дамытамын, білім беру мен тәрбиелеуде бейне, тапсырмалар, ойындар, қазақша мультфильмдер пайдаланамын.
Балабақшамызда біз әріптестерімізбен тілдік ортаны құруға тырысамыз. Мысалы, әртүрлі іс-шаралар, ертеңгіліктер, мәнерлеп оқу сайысы, челлендждер, меніңше мынандай жұмыс балаларға да, педагогтерге де, отанға, халыққа құрмет көрсетеді, патриоттық сезімін оятады, дамытады. Өте керемет, Анна Владимировна. Анна Владимировна, сіз жұмыстан кейін шаршауды қалай жеңесіз? Сіз өзіңіздің ынтаңызды қалай сақтайсыз? Әрине, бұл өте өзекті сұрақ. Әсіресе балабақшадағы жұмыс өте күш беретін іс. Ең алдымен мен жұмыстан шыққаннан кейін саналы түрде кәсіби режимнен шығуға тырысамын. Менің хоббиім бар, мен кітап оқимын, музыка тыңдаймын. Бұл менің шығармашылық энергияның үйретуден тыс салаға бағыттауға көмектеседі. Өте дұрыс, керемет. Одан басқа, ынтамды сақтайтын ең басты фактор тәрбиеленушілердің жетістіктері. Менің еңбегімнің жемісін көргенде шаршағаным ұмытылады. Қысқаша айтқанда, шаршауды жеңу үшін мен саналы түрде демалуды, хоббимен айналысуды және ең бастысы балалардың тілді игеруінен шабыт алуды үйрендім. Жақсы. Сіз цифрлық балабақшада жұмыс істегіңіз келе ме? Және цифрлық балабақша үшін нені елестетесіз? Өте қызықты сұрақ, көп рахмет. Әрине, мен цифрлық технологиялардың мүмкіндіктеріне үлкен қызығушылықпен қараймын. Цифрлық балабақша бұл оқытудың мазмұнын өзгерту емес, оны жеткізудің тәсілін жаңарту. Меніңше осы технология көмекші құрал. Ол қазақ тілін балалар үшін тіпті тартымды әрі қызықты етуге көмектеседі. Мысалы, балаларға тек сурет көрсетудің орнына кеңейтілген шындық технологиясын қолданғанды қалаймын. Мысалы, қызық болды, аю суретін мысалы балалардан өз даусымен сұрайды. Аю қалай дыбыстайды, немесе аю қайда тіршілік етеді, меніңше осы балаларға өте қызық болады. Балаларға әрине осындай жұмыс түрлері өте қызықты және дамуларына көп әсер етеді. Одан басқа, болашақ мұғалімдердің ең үлкен міндеті дәстүрлі әдістер. Дәстүрлі сақтап, осы заманауи технологияларды қолдану. Өте дұрыс айтасыз. Қазақ тілі мұғалімі болғысы келетін, бірақ табысқа жететініне сенімді емес адамға қандай кеңес берер едіңіз? Әрине, бұл өте маңызды және жүректен шыққан сұрақ. Кез келген жаңа мамандыққа қадам басу әрқашан қорқынышты және күмән тудырады. Әсіресе бұл мемлекеттік тілді үйрету болса, жауапкершілік 2 есе артады. Қазақ тілінің әдемілігі, сазына, мәдениетіне эмоционалды түрде қосылыңыз. Сіз тілде сөйлесеңіз, ол сізді қабылдайды. Әрбір жаңа сөзді, әрбір мақалды үйренуді жеңіс деп санаңыз. Қазақ тілінде сөйлейтін балабақшаның әріптестерімен тек қазақ тілінде сөйлесеңіз. Өте дұрыс. Құрметті Анна Владимировна, сұхбатыңызға рахмет айтамын. Сізге және сіздің тәрбиелеп жатқан тәрбиеленушілеріңізге сәттілік тілеймін. Сізге де рахмет. Келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздарға мықты денсаулық, шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Рахмет. Сау болыңыз.